Ассаламу алейкум. Бүгін бізде кезекті қорап ашу. Алдарыңызда бүгін бізде тағы да Қытайда берілген тапсырыс сап. Ұзақ созбай видеоны. Мынандай гирлянданы қатар киген. Гирлянда болғанда жай гирлянда емес бұл. Бұл светодиодный лента. Светодиодный лента осындай жаңа штекерден тұрады. Басы бар, головкасы бар. Мынандай өз дайын изолированный келеді осылайынан головкасымен. И мынандай жағы тоже заизолированный, яғни бітеліп келеді осылайынан тоғырмас үшін. Одан кейін осындай жаңағы басында фишкасы бар. Бұл жаңағыдай реле деп аталады. 8-16 8 түрлі положениемен жазады, міне көрсетіліп тұрғандай, міне сандары тізіліп тұр. 1-ден 8-ге дейін. Бұл жерде жазылып тұр, міне функциясы тұр. Бірінші комбинация, одан кейін барып әртүрлі жаңағы положениемен жанады. Бұл жерде енді электрический терминдер ағылшынша жазылған. Жалпы айтқанда 8 түрлі жағдайда жанады. Енді бұған тоқталайық. Бір заттың өзіне тоқталайық. Зат мынандай осындай светодиодтардан тұрады. Әртүрлі светодиодтар, мұны байқасаңыздар, мына бір мынандай болса, бірі былай келеді. Сосын әртүрлі не береді жаңағы. Мінекейіңіз қат-қатармен жазылып тұр, 44, одан кейін 45, 43, 42 деп осындай тура осындай светодиодтардан тұрады. Одан кейін бұда 5 метр ұзындық. Тура осы тұрыста 5 метр ұзындық бар. Кез келген жаңағыдай кафе болсын, магазин болсын, өзіңіздің жарнаманы жасату үшін өте бір керек зат. Себебі бұл бір қалыппен жанбайды, әртүрлі жаңа жыпылықтап жанатыны бар, жаңа әртүрлі жанатын функциясы бар. Жаңа қазір енді кішігірім сынақтан көрсетем, қалай жанатынын. Бұл 8 түрлі положение жат. Оның үстіне мынау қандай камера, мықты камерамен түсірейін десеңде толық бейнені аламайды. Адам көзінде демейді, мінекей. Бірақ сонда да барынша фокусировканы қойып тұрып көрсетіп отырмыз сіздерге, мінекей. Бұл енді жылай көретін болсаңыз, бұл вообще негізі ерекше жанып тұр. Негізі қазір видеоның сонда да камера аламай тұр барынша. Бұл бір положениясы, және бір басам. Екінші положениясы. Мінекейіңіз. Жағынырақ көрсетейін, штативчик жатыр. Енді үшінші положение жағам міне. Байқап бастайын. Төртінші положение. Әртүрлі жанады. Бесінші положение. Одан кейін барып, алтыншы. Әртүрлі положение жанады. Жетінші. Байқап отқаныңыздар. Одан кейін 8-ші положение. Тура осылай жанады. Әртүрлі положениеда кез келген өзіңіздің жаңағыдай жарнамаңызды жасатқыңыз келсе осылардан қолдансаңыздар болады. Киім болсын, мейлі ол косметика бутигі болсын, мейлі ол жаңағы басқа да бір бутиктер болсын, мейлі ол жалпы айтқанда магазин болсын. Кез келген жаңағыдай ортамен бұл сыйысады. Одан кейін барып жарнамаңыздың көрінуіне басқа да себептер болады. Жалпы айтқанда осындай зат келген. Осындай заттар қызықты болса, ұнамды болса, пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып, біздің YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бағасын қалай алдыруға болатындығын, жалпы да наличиеде, яғни бізде бар бұл. Егер де тікелей өзім берем десеңіз, бағыт бағдарының ссылкасын барын толықтай көрсетеміз. Назарларыңызға рахмет.